Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді мантының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, тұз және су қажет. Тұзымызды суда ерітіп аламыз. Суымызды ұнға құйып, қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымыздың тығыздығы орташа болуы қажет. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Одан кейін қамырымызды екіге бөліп, қайта илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Енді мантымызға салатын салмамызды дайындаймыз. Мен салмаға сиыр етінен фарш, пияз, қоспасына тұз және қара бұрыш салдым. Барлығын қолмен жақсылап араластырамыз. Салмасына асқабақ, картоп және қоспасына мантыға арналған түрлі қоспаларды қосып дәмін келтірсеңіздер болады. Енді қамырымызды тегістеп жаямыз. Қамырымызға аздап ұн сеуіп, жұдырығымызбен қамырды осылай үлкейтіп, одан кейін оқтаумен жаямыз. Жаймамызды оқтауға осылай жинап аламыз. Одан кейін қамырымызды осындай күйде жаямыз. Пышақпен барлығын бірдей бөліктерге бөлеміз. Әрбір бөлігін осылай жайып, 4 бұрыш етіп қамырымызды кесеміз. Дайын болған жаймаларымызға салмамызды салып, қалағандарыңызша әдемі етіп түйсеңіздер болады. Мантываркамыздың түбіне мантыларымыз жабысып қалмау үшін сұйық май жағамыз. Мантыларымыздың араларын тым жақын етпей, жабысып қалмайтындай кезек-кезек саламыз. Мен мантылар жылтырап, әдемі болып пісуі үшін бетіне сұйық май жағамын. Қайнап тұрған ыстық суға 45 минутқа мантыларымыз піскенше мантыварканы қоямыз. Мантыларымыз өте дәмді, жып-жылтыр, жұмсақ, әдемі болып пісті. Рецептісін видеоның астына қалдырып кетемін. Тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет.